Классикалық волейболдан ерлер құрамасы әлі Олимпиадаға жолдама алған жоқ. Ал біздің параволейболшылар биыл Париж төрінде өтетін Параолимпиада ойындарына қатысады. Біз қазір сіздермен бірге дәл осы Паралимпиадалық жаттығу орталығына келдік. Inside Volleyball KZ Параолимпиадаға қатысатын ұлттық құраманың жаттығуына келді. Ендеше бірге тамашалайық. Біздің волейболда 88 жылы ауған соғысының ардагерлері Алматы қаласында бірінші осы ұйымдастырған. Енді бұл 56 жыл Голландияда ең бірінші құрылған спорттың түрі болып есептеледі, паралимпиадалық спорттың түрінің ішіндегі. Енді қазір осы алла жазса жігіттер осы Францияда өтетін паралимпиадаға былтырғы жылы Азия чемпионатында лицензия алып, соған қазір дайындық үстінде бірнеше оқу жаттығу жиын өткіздік. Былтыр лицензия алғаннан бері ай сайын жаңағы әлемдік деңгейдегі командалармен кездесіп, солармен бірге оқу жаттығу жиын өткіздік. Иранмен өткіздік. Иран паралимпиада ойындарының 9 дүркін жеңімпазы, 2 рет күміс алды. 11 паралимпиадада олар өте жоғары. Иранда бүгінгі күні 100-ден астам команда бар. Өте паралимпиадалық спорттың түрінің ішінде осы волейбол оларда қатты қойылған. Өте жақсы дамыған. Бразилия жақсы дамыған. Енді Бразилия өзі футболдан да, волейболдан да мықты дамыған спорттың түрі ғой. Бразилияда өте әлемдік рейтингте 2-ші орындағы команда. Босния командасы паралимпиада ойындардың бірнеше дүркін жаңағыдай финалисі. Иранмен бірге шығады. Енді ойыншылары өте биік ойыншылар. 2-10. Алла қаласа үздік нәтиже көрсетуге тырысамыз. Алға Қазақстан. Отырып ойнау волейболы Қазақстанда әлемдік деңгейде қазір бүгінгі күні 70-тен астам команда бар. Әлемдік рейтингте 6-ші орында тұр Қазақстан командасы. Біздің жігіттер жас шамасы 35-тің арасында бір жақсы ойыншым бар, 18 жасар. Енді жақсы жігіттер, енді көреміз. Тәжірибесін жинақталып та ойнаймын. Енді біздің команданың осы жігіттердің жетістігін айтайын. 2009 жылы әлем чемпионатының жастар арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері біздің жігіттер. 2009. 2010-да Б дивизионда, 2-ші дивизион, енді А дивизионда 16 команда бар. Б дивизионда 2010 жылы Америкада өткен чемпионатта жеңімпаз болды біздің жігіттер. Содан А дивизионына өтті. Содан көтеріліп бүгінгі күні сол әлемдік рейтингте сол 6-ші орында тұр. Және алла жазса енді паралимпиадада жоғарыдан көрінеді деп енді сеніп отырмыз. Олимпиадада ойнау әрбір спортшының арманы. Мені қолдағандарыңызға рахмет. Қазақстан алға. Енді бүгінгі таңда енді қызу дайындық үстіндеміз. Енді бұл көптен күткен арманымыз Олимпиадаға қатысу. Сол енді бүгінгі таңда сол бұйырып, Алла амандық етсе, осы келесі айда соған жол жүргелі жатырмыз. Көптеген оқу жаттығу жиындарын өткіздік. Бүгінгі таңда дайындығымыз өте керемет. Енді Алла қаласа барымызды салып, осы елдің абыройын қорғауға бір кісідей күш саламыз. Олимпиада ойындарында бізге жанкүйер болыңыздар. Қазақстан алға!
Алла амандық етсін, осы форуммен ел намысын қорғаймыз. Осы жақында берілген жаңа форма. Енді Алла амандық етсін. Екі комплекті қызыл, осы түс. Қазақта айтады, бақ шаба ма, бап шаба ма деп. Енді бүгінгі таңда бағымыз бен бағымыз қатар шапса, енді ойыншылардың барлығы ішкі тұрғыдан алғанда, барлығы сол енді негізгі мақсаттары сол олимпиада ғой. Соған жеткенден кейін бәрі де осы бар күш-жүгерін соған мақсат қойып, соған жақсы өнер көрсетеміз деген бар психологиялық тұрғыда да жақсы дайындықта. Олимпиада шыңында өнер көрсету әр спортшының арманы. Алла қаласа Олимпиада шыңында жетістіктерге жетеміз деген ойдамыз. Қазақстан алға! А группасында біздер бірінші ойынды Франциямен ойнаймыз 29 тамызда, 31-не Босниямен, екінші қыркүйекте Египет командасымен. Египет командасы да алдыңғы паралимпиаданың жаңағы полуфиналисі, олар да өте жақсы дамыған. 2016-та олар қола жүлдегер болды. Пара волейболды қолдаңыздар. Қазақстан алға! Енді олимпиада тек қана 8 әлемнің үздік 8 командасы қатысады. Енді сол тұрғыда енді негізгі мақсат осы группадан шығып, осы қалай онда үздік үштіктің қатарына көріну негізгі мақсат. Бәрі паралимпиадаға қатысатындарға сәттілік тілеймін. Бұйырса бәрі медальмен қайтсын, Қазақстан абыройын көтерейік. Қазақстан алға! 14 спортшымыз осы Астанадан мүмкіндігі шектеулі тұлғаға арналған республикалық біздің мына жерде осы Астана қаласында жаңағы орталығымыз бар. Сол жерден еңбек ақыларын алып отыр. Бүгінгі күні сол жігіттер 1 миллионға жақын айлық алып отыр. Бұл олардың өздерінің еңбектері. Күніне 4 сағат, 5 сағат еңбек жаттығу жасайды. Енді өздерінің жетістіктері. Барша қолдаушыларға рахмет, және сенімдеріңізді ақтауға тырысамыз. Қазақстан алға! Еліміздің туын үлкен байрақты жарыста алып шығу мен үшін үлкен жауапкершілік. Өзіміздің параволейболда осындай мықты жігіттердің арасында мені таңдағанына өте қуаныштымын. Бұл жаңалықты бірінші ата-анама жеткіздім, және отбасыма жеткіздім, әйеліме, бала-шағаларыма. Олар өте қуанышты. Енді мен былай қарап тұрсаңыз, осы біздер енді осы паралимпиадаға жалпы 28 жыл бойы волейбол бармаған екен, 96-тан бері. Енді осы бақ бізге бұйырды. Бірінші бақ болса, екінші бағымыз осы туды алып шығу мен үшін өте абыройлы және жауапкершілік. Құрметті жанкүйерлер, сіздердің қолдауларыңыз қажет. Қазақстан алға! Туды алып шыққасын үмітті ақтау керек. Енді бізде мұнда бұл спорт болғасын, бақ шаба ма, бап шаба ма білмейміз да. Қазіргі жағдайымыз, деңгейіміз енді жақсы болғанмен, ертең олимпиадада бұл бана айтып өткендей бірінші олимпиадамыз, ертең бұлда қобалжу деген болады, психология деген болады, физически дайындық барғанмен біздің психология деген болады. Соның бәрін бір ұштастырсақ, Алла қаласа бір үлкен бір жетістікке жетеміз деген ойдамыз. Енді жалпы әрбір спортшы олимпиада барғасын, мен ұтылам деп бармаймыз ғой. Ұту үшін барамыз, әрине бір үлкен бір медальға қол жеткізуге, сол үшін жұмыстарымыз жатырмыз. Осы кезге дейін қолдаған анама рахмет. Анамның үмітін және бүкіл Қазақстан елінің үмітін ақтауға тырысамын. Мына бүгінгі ұлттық құрама командамыздың осындай биікке жетуіне осы менің көмекші аға жаттықтырушыларымның статистикасының еңбектері зор. Матеу Бернар, Сейдов, Құралбек, Қаратаев, Тұрлан, Қатип, Нұрсат. Осы ұлттық құраманың жеткен жетістіктері. Мына бүгінгі күні командамыз Алла жазса паралимпиада ойындарына биіктен көрінеді деп сенемін. Соған
жанкүйер болыңыздар. Алға Қазақстан! Қазақстан! Алға! Тамыз айының 28 мен қыркүйек айының 9 аралығында өтетін Паралимпиада ойындарында біздің отырып ойнау ұлттық құрама команданың спортшыларына жанкүйер болыңыздар. Алға!